Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте оңай салат дайындаймыз. Ең алдымен керекті заттарды дайындаймыз. Бізге керегі жұмыртқа, тұздалған қияр, көк пияз, горох, сәбіз салат және де майдаланған шампиньон. Жұмыртқаның барлығын бір ыдысқа жарамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп араластырамыз. Табаны қыздырып, аз ғана май жағамыз. Осы табаның үстіне жұмыртқалы массаны құйып, бетін жауып, бір бетін 2-3 минуттай пісіреміз. Дәл солай екінші бетінде аударып пісіріп аламыз. Ал енді салатты араластырамыз. Кеңдеу ыдысқа тұздалған қиярды турап саламыз. Үстіне барлық дайындалған заттарды салып, омлетті де 4 бұрыштап турап, 2 қасық майонез салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Неке салатымыз дайын болды. Бұл салат өте тез әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде жасаңыздар. Бұл салаттың рецептісі маған ұнады, сондықтан сіздерге ұсынып отырмын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер де менің арнама әлі де жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Колокольчикті басып қойсаңыздар, әрі қарай мен сіздерге өте пайдалы рецептілерді ұсынатын боламын.